балаларға ата-анасымен бірге көруге ұсынылатын фильм. Ай апам ұсынады. Басты рөлдегілер Кенан Эмерзалиоғлы, Бергизар Корель, Четин Текендор, Эркан Авджи, Фатих Ал және басқалар. Монтаж Сердар Чакулар, бас оператор Толга Кутлуай, екінші режиссер Неслихан Ешильюрт, композиторы Тойгар Шықла. Сценарийі Сема Ергенекон Эйлем Джампулат, продюсері Керем Чатай, режиссері Джем Карджа. Кара Дая. Істің немен аяқталатынын Құдай білсін. Ол жігіттерді қолға түсіреміз. Мұна жер жабық па? Солай сияқты. Вехби мырза бұлай істемеуші еді. Бүгін не бітіресің? Үйде боласың ба? Біраз жұмыстарым бар. Бұрынғы қызметімде қалуым үшін өтініш жазуым керек. Сонан соң сотқа баруым қажет. Сол сияқты жұмыстар. Кешкісін ше? Кешкісін ата-анаммен қонақасыға барам. Аман болшы сүйіктім. Кездескенше. Неге әуре боласың, әке? Дастарханды өзім жинар едім ғой. Онда тұрған не бар қызым, түк қиыншылығы жоқ қой. Әпкең таң атпастан жұмысқа кетті, сен де сабаққа кешігіп қалма. Әке, менде бір тиын ақша қалмады. Осы аптада ақша берген жоқсың. Жолға жұмсайтын тиыным жоқ.
Солай ма? Тұра тұр. Мәссаған. Ақшам басқа шалбардың қалтасында қалыпты. Қатты ұмытшақ болып барам, есімнен шығып кетіпті. Аяқ киіміңді кие берші, қазір келемін. Жарайды. Міне, ала ғой. Осы аптада 5 лираға көбірек берем. Рахмет, әке. Сабағыңды жақсы оқы, қызым. Ассалаумағалейкум. Ас болсын. Саудаң сәтті болсын. О, Махир. Қош келдің, бауырым. Рахмет. Қалың қалай? Жұмыс қалай жүріп жатыр? Аллаға шүкір, жақсы. Құдай жәрдемшіміз болсын. Өз қалың қалай? Бәрі дұрыс па? Бәрі бұрынғыша. Әкем қалай? Тәуір болды ма? Аллаға шүкір есін жейді. Жақында дәрі алып апарып бергем. Кешеден бері дүкенге шыға бастады. Қайткенмен сүйегі асыл адам ғой. Аллаға шүкір. Дәрілерін ішіп жүрме? Ішіп жүр, аға. Әпкем екеуміз дәрісін уақытылы беріп тұрамыз. Тәуір ғой, әйтеуір. Көңіл күйі болмаса да, тәуір. Сен келсең, ағам екеуің қайтып келсеңдер, тіптен жақсы болар еді. Жазылып кетер еді. Болды енді. Сабақтан кеш қалма. Жақында тағы да келіп қайтам. Жарайды, аға. Әке? Қалың қалай, әке? Саудаң сәтті болсын, бауырым. Рахмет.
Баласы бардың панасы бар деуші еді. Бос сөз екен. Менің балаларыма қараңдаршы. Құдайға шүкір бойлары менен асып кеткен. Маған пана болатын уақыттары жетті ғой. Алайда, екеуі де менен жырақта. Екеуі де мені жерге қаратты. Үмітім үзілді. Еңбегім зая кетті. Әке үшін ең ауыры да осы екен. Тірі балаңды. Өлгеннен бетер жоқтау деген. Мынау, заңсыз сүрілетін үйлерге қатысты сот істері. Бәрін мұқият оқып шығып, отчет жаса. Байғұстардың үйлерін аман алып қалу үшін бір себеп керек, немесе оларға үйлерінің толық құнын төлеуге мәжбүрлейтін бір ақпарат керек. Көңіл аударарлық жайттарды теріп жаз. Кейін өзім салыстырып шығам. Жарайды, папканың нөмірін көрсетіп отырам. Өзің қайда барасың, сотқа ма? Бүгін Айтеннің соты бар. Қалай ойлайсың, Неждет Айтеннің басын босата ма? Босатпай көрсін, Илкнор. Зинақорлық туралы хаттамамыз бар. Судья ешкімнің көз жасына қарамайды. Бәрі жақсы болар деп үміттенем. Иншалла. Қайтарымда прәндік ала келейін. Шай демдеп қойсаң болды. Әрине. Ісің оңды болсын. Рахмет. Қайда жүрсің, Ердалаға? Амансың ба, Айтен? Амансың ба, Ердалаға? Неге көп кідірдің? Тезірек сотқа барып, тезірек құтылайықшы. Мені Неждеттен құтқаршы. Бәрі де артта қалар, Айтен. Иншалла. Бауырым, тезірек сотқа апаршы, асығыспыз. Ісің оңды болсын, Азиф әке. Дүкенді қараусыз қалдырып саған келіп қайтайын дедім. Балам, айтатыныңды айтқане. Әке, менің араласқаным орынсыз болар. Бірақ Махирге әділетті болшы. Сені ашуландырғым келмейді. Махир де солай. Ол не істесе де, отбасы үшін істеп жүр. Исмет. Әке, ол бәлкім сенің жүрген жолыңмен жүрмейтін де шығар. Бірақ осылай істеуге мәжбүр. Оның үстіне Махир сен ойлағандай қолын қанға былғаған жоқ. Керісінше, ол көмекке мұқтаж жандарға демеу болып жүр. Аш жалаңаштарға пана болуда. Елді қиыншылықтардан құтқаруда. Жаны қысылғандардың бәрі оны Карадайым деп іздеп барады. Құқықтары тапталған қорғансыздардың үміттерін жалғай. Жезөкшелер үйіне алдап апарылған қызды құтқарып, анасына қайтарып берді. Үйлену тойында ұрланған қалыңдықты бір сұмырайдың шеңгелінен құтқарды. Сол аудандық қанға қақсатқан адамның жазасын берді. Балаларға қайыр сұратқандарды абақтыға жаптырды. Махир елге көмектесуде.
Махир қайырымдылық жасауда. Осының бәрі сауап емей немене? Махир іштей тарығып жүр. Сенсіз болған үшін қиналып жүр. Назиф әке, осыны біліп жүрсең болған. Ассалаумағалейкум. Әлейкум сәлем, қош келдің. Астарың дәмді болсын, рахмет. Кел, өзіңде отыр, рахмет, өтінем. Отыра ғой, балам. Әуре болма, тәте. Қалың қалай? Шүкір, жақсылық болу үшін жақсы деу керек, балам. Әбден ағыр болғандарыңды білем, бірақ аз қалды. Біраз шыдай тұрыңдар. Не болатын болды өзі? Сендердің істеріңе қатысты құжаттарды адвокат тексеріп жатыр. Жақында бір амал табылар. Иншалла. Аллаға шүкір. Құдай жәрдемшіміз болсын. Алла разы болсын, балам. Әмина тәте, рахмет. Аға. Астарың дәмді болсын. Рахмет. Аға. Әлгі адамдарға сені райынан қайтты дедім. Бір амал табылғанша алдарқата тұру үшін. Бірақ сенің кеше мердігерді соққыға шыққаныңды олар естігенде шығар. Жақында олар бұл жерді тауып алар. Кеткен отбасыларды қыспақ қалса, бәрін біліп алады. Сондықтан сенің қауіпсіздігіңді қамтамасыз етуіміз керек. Бірақ ел жұрт қиналып отырғанда қарабасымды ойлай алмайым. Бұларды тастап кете алмайым. Іздейтіндер осында келсінде мені тапсын. Оның рас аға. Бірақ сен бұларға тірлігіңде ғана көмектесе аласың. Өзің ойлаш, саған бірдеңе болса, бұлардың күні не болмақ? Тыңдаш, мынау сауда үйінің жертөлесіндегі қойманың кілті. Ол қойма мына жер сияқты жайлы емес. Бірақ сені онда ешкім таба алмайды. Кілт ал. Қайткенмен қасыңда болсын, бәлкім ойланарсың. Жоқ, керек жоқ. Сақтықта қорлық жоқ аға. Сенде тұрсын, бәлкім райыңнан қайтарсың. Мен кетейін. Аллаға аманат болыңдар. Рахмет. Оған бәрін айтып бердім. Ертең кешкі тамаққа баратында да айтқалы отыр едім. Негізінде одан ештеңе жасырғым келмейді. Бірақ Махир аяқ астынан бұл іске араласпа, бұл өте қауіпті істеп қалды. Сондықтан әрі қарай айтпай, тілімді тістеп қалдым. Енді мұны Махирден жасырған болдым. Не істерімді білмей тұрмын. Бұл қайткенмен жақсы емес. Одан жасырғаныңды айтам. Бірақ біліп қойса, бұл кездесуге бөгет жасайды. Сона, Махирдікі де дұрыс шығар. Кешкі тамаққа бармасам бекен. O не дегенің, Фериде? Белгінің мақсатын білуіміз керек. Оның үстіне келісіп қойдыңдар ғой. Сондықтан бас тартушы болма. Біраз отырасың да қайтасың. Кім білсін? Мұндай мүмкіндік күнде бола бермейді ғой. Оның рас, барай. Қазір судьяға не дейім? Сенің балаң аяғым ауыр бола тұра. Бұл адамды білмейім деп айтам ба? Жоқ, сүйікті сүйедам. Оған менің некелі жарым екенімді айтасың. Дұрыс қой, ал судья бір еркектің екі әйел болмауға тиіс десеше, оның заңда әйелі бар десеше. Басқаша болмайды. Өтірік айтпаймыз. Некеге тұрдық дейміз. Менің балама аяғың ауыр. Басқаша айтпаймыз. Жарайды. Ал өзің не дейсің? Яғни судья
қазір мына әйелден ажырасасың ба, жоқ па деп сұрайды ғой. Не деп? Сонда не деп жауап бересің? Тездетсеңші, бауырым. Кешігіп қалсақ, жаныңды шығарам. Қарадайым мырза. Қайырлы таң. Бізге келген сияқтысыз ғой? Белгенге келдім, бірақ жоқ екен. Сағат нешеде келуші еді? Білмеймін. Қашан келсе де өзі білет. Жаман жақсы бастық емес пе? Таң атпаста келіп, салонды өзі ашпайтын шығар. Жарайды. Келгенде маған хабарлаңдар, мақұл ма? Мақұл. Тоқаш. Ас болсын. Шіркін ай, қандай ғана анадан тудың екен. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бетің көгеріп тұр ғой? Қатты ауыра ма? Жағдайың дұрыс па? Иә, дұрыс. Дұрыс. Осман Гүней. Менмін. Ректор мырза сені бөлмесіне шақырып жатыр. Төбелеске қатысты шығар? Иә, солай шығар. Екеуі оңбай төбелесті ғой. Бет аузында сау тамтық жоқ. Айтпа дейім. Ештеңе етпейтін шығар. Ректор мырза жазалайтын шығар. Ауыр жаза бермес екен. Тынышталыңдар, балалар, сабағымызды бастаймыз. Қайырлы таң, бауырым. Қалғалай, бауырым. Жоқ, бауырым. Ол жерде ондай жеке іс жоқ. Бөлмесін түгел тінтіп шықтым, бірақ қолыма ештеңе ілікпеді. Оның жеке заттары мен жеке іс қағаздар бар, бірақ белгінің аты жазылған, тіл хатта жоқ. Жағдай солай, бауырым. Демек, оны басқа жерде сақтайды. Солай сияқты. Бәлкім банк сейфінде немесе өз үйінде. Әбден мүмкін. Яғни іздеу операциясы сәтсіз аяқталды. Өз жағдайын қалай? Фериде мен Белгин туралы сөйлестің бе? Жоқ. Оған ештеңе айтпадым. Өзінің білгендері де бір басына жетіп артылады. Бұл былыққа араласқанын қаламайым. Белгин екеуміздің бір-бірімізге көмектесіп жүргенімізді білсе, оны тоқтата алмаспын, Ясин. Ерегескенде осы іске араласатын болады. Оған қауіп төндіре алмайым. Маған бер. Жоқ, болмайды. Жұмысқа қашан шығатының белгілі болды ма? Әзірге тұра тұрам. Алдымен әкеммен сөйлесуім керек. Сеніңше не дер екен? Білмеймін, маған қатты ашулы. Қазір кеңсесіне барып оны көндіріп көрем. Сондықтан білмеймін. Болды, кеттік. Кешкі тамақпен әкеңнің не айтқанын хабарлашы. Әйтпесе ішім жарылатын шығар. Жарай ма? Жарай, жүр кеттік. Жеп алайын да. Жолда жейсің. Бір тоймайсың ғой, Суна. Бір тоймайсың. Қанеки, қолдарын қимылдасын. Тағы да әңгімеге кірістіңдер ме? Ауыздарың емес, қолдарын қимылдасын. 5 минуттың ішінде мына жерді тілмен жалағанда етіңдер. Болыңдар. Хош келдің, әпке.
Хош көрдік. Карадайы мырза келді. Сені сұрады. Сен келгенде хабарлауымды өтінді. Ерте келетінді білгенімде оны ішке кіргізіп, кофе беретін едім. Бірақ енді жүгіріп барып хабарлап келейін. Ешқайда да бармайсың. Не болды сонша? Мен өлгелі жатырмын ба? Біраз күте тұрсын. Еркектің алдында құрдай жорғалаудың керегі жоқ. Өз-өзіңді сыйласаңшы. Әрине. Жасыруға тырыспа. Аузың қан жалаған иттей болып тұр. Әсел, миыңа қаншалықты кіріп шығатын білмеймін. Бірақ Белгин әпкеңнің ақылын тыңда. Егер мықты адамға еліктейтін болсаң, демек өз әлсіздігіңді мойындағаның. Айтқанымды ұқтың ба? Иншалла, көре жатармыз. Енді бар да ерніңдегі бояуды сүртіп таста. Барғане. Ай, мына Айсел мені өлтіретін шығар. Өзінше мен болғысы келеді. Отыра бермедің бе, жаным? Өзің отыр, мұнан алай. Әлгі іздеп жүрген адамыңды таптым. Жарайсың, бауырым. Иә. Хайдар мырзамыз қайда екен? Бір ғимаратта. Қол қоймаған бірнеше үй бар екенін білесің ғой. Солармен бірге сол жерде жасырынып жатыр. Қарай көр. Ол қай жерде екен? Айтшы тезірек, сейіс менен хабар күтуде. Міне. Көп рахмет, жаным. Оқыс жоқ. Ал, жақсы онда. Сүйдім. Кел, Осман. Мені шақырыпсыз ғой, мырзам. Кеше бір оқиға болыпты ғой. Иә, мырзам. Құдай үшін кешіріңізші. Бұл мәселе жай кешірім сұраумен шешілмейді. Сенімен төбелескен баланың отбасы үстіңнен шағым түсірді. Ауруханаға барып дәрігерден анықтама алыпты. Олардың бәрінен кешірім сұрауға бармын, мырзам. Бұл жеткіліксіз, Осман. Жеткіліксіз. Олар қатты ашулы. Қазір өзіңді ақтап арыз жаз. Оны комиссиямен бірге қарайтын боламыз. Әрине. Жарайды, мырзам, қазір бәрін жазып берейін. Бергел. Отыр. Міне қағазың, міне қалам. Сені оқудан шығарып жібермейтіндей етіп, ақталып көр. Түсінбедім. Оқудан шығарған несі? Біз бәрін заң бойынша істейміз. Егер көзімізді жеткізе алмасаң, құжаттарыңды қайтарып беруге мәжбүр боламыз. Ариф, Тарык. Ләпайға.
Орханды шақырыңдар. Әлгі тұтқын не болды? Кешір аға, ол шаруаны әлі шешкен жоқпын. Неге? Бұл істі сеніп тапсыратын адамды жақында ғана таптым аға, бірақ оны әлі Блюенттің камерасына көшірмепті. Ол камераға көше салсымен бұл шаруаны тындыратын болады. Аға, мені шақырыпсың ғой. Қайда жүрсің, бауырым? Таң атпастан ешкімге айтпай кетіп қалыпсың. Әкеме барып қайттым аға. Ауруханадан шыққалы бері көрген жоқпын ғой. Қалай екен? Біраз тәуір ме? Солай деуге де болар. Ал, қуана бер. Сенің адамыңды таптық. Қайда екен? Сұлтан Ахметте. Үлкен бір қоймада дейді. Бірақ ол жерде жалғыз емес, ел жұртпен бірге екен. Өте сақ бол. Артыңа із қалдырма. Өйткені қылмыс әлемінде бұл тапсырманың өзінен гөрі маңыздырақ. Жарайды аға. Ал жақсы онда іске сәт. Бұл тапсырманы орындай алсаң, маған оң қолымнан да жақын боласың. Жарайды аға. Сені жерге қаратпайым. Бір амалы болу керек қой, бауырым. Тіпті болмаса да бір амалын табармын. Ол үйге кіріп Белгиннің жекесін іздейм. Бауырым, ол анау-мынау адамның үйі емес. Ол бүкіл бір ауданның қауіпсіздік басқармасының бастығы. Ол мемлекеттік қызметкерлерге арналған үйде тұрады. Жан-жағын полицейлер күзетуде. Оның үстіне үйінде балалары, аға қарындастары, әйелі бар. Ол үйге қалай кірмексің? Білмеймін. Білмеймін, бірақ бір амалын табармын. Жарайды, бауырым. Жарайды. Ендеше, бір амалын тапқаныңда маған хабарла. Мен кетейін. Сау бол. Рахмет. Доған, Белгин әлі келмеді ме? Келді аға. Келгеніне көп болды. Содан, маған неге хабарламады? Өзімде түсінбедім. Яғни, Айсел хабарламақшы еді, бірақ Белгин әпке рұқсат етпеді. Сені біраз күте тұрсын деді. Заң факультетінің деканына. Кеше Мұстафа Солак есімді студентпен төбелескенім рас. Бір-бірімізді балағаттап, аяғы төбелеске ұласты. Төбелесетін ойын болған жоқ. Алайда Мұстафаның сөздері мен қылығы шамыма қатты тиді. Менің ата-анамның кім екендері шынымен де беймәлім. Бәлкім басқалар үшін мен тексіз де шығармын, бірақ ешкімнің маған қол жұмсап қорлауына қақы жоқ. Біреулер менің намысымды таптап, маған қол жұмсайтын болса, өзімді қорғауға азаматтық қақым бар. Біздің оқу орнымыздың атына лайық әділ шешім шығаруыңызды өтінем. Құрметпен,
Осман Güney. Осман, сен оқудан шығарғалы жатыр дейді ғой. Мұның бәріне мен кінәлімін. Жоқ, Соңгүл. Бұған ешкім де кінәлі емес. Тұра тұр, алаңдама, әлі шешім қабылдаған жоқ. Арызыңды жазып қалдырдың ба? Я, мырзам. Үстеліңізде жатыр. Жақсы. Үйіңе қайт, Соңгүл. Қасқарайып келеді. Саған алаңдайтын болам. Бармайым. Күтем. Керек жоқ. Сенсіз де өмір сүргем. Ештеңе етпес. Неге баса көктеп кіресің? Жалаңаш болсам қайтер едің? Ұялмайсың ба? Я, сабыр. Шұғыл шаруа бар дедім ғой. Неге келгенімді сұрамайсың ба? Жиі кездеспек деген өзің емес пе едің? Сенің де маңыздырақ шаруаларың бар. Яғни кешке дейін сені ғана ойлаумен шектелмейін. Кешетінде қайда болдыңдар? Мен білмейтін іс тындырып жүрсіңдер ме? Құдай сақтасын. Сен үшін ақпарат іздеумен болдым. Ал өзің тапсырманы орындауға кірістің бе? Нәтижесі қандай? Бірдеңе анықтай алдың ба? Бұл таңға дейін тауып беретін ақпарат емес. Әңгіме 4 адам туралы болып отыр. 4-еуі де азулы көкжал. Біраз күте тұруға тиіссің. Өзің не біле алдың? Ол жеке іс қауіпсіздік басқармасында емес. Бұл мен үшін жаңалық емес. Мені сұрасаң өзіме қайтар едім. Ол жекестің аудандық қауіпсіздік басқармасы бастығының кабинетінде емес, қолында екенін айттым. Кабинетінде болса оған өзіме қол жеткізер едім. Ол жекес оның үйінде. Бұдан бұлай мен ойнаушы болма. Жекестің онда жоқ екенін білсең, бірден айтуың керек еді. Кеудеңе намысы бәрін қатырам дегенше алдымен сұрамадың ба? Айтып болсан кет. Бар, менің жұмыстарым бар. Айтып болған жоқпын. Әлгі Хайдар Фатих кеше мердігермен төбелесіпті. Бұл туралы сыбайластарың білетін де шығар. Енді ше. Олар енді сенің тындыра алмаған шаруаңды тындырғалы жатыр. Ол адамды өлтірмекші. Тоң мойын. Барып тұрған тоң мойын. Құдай серейген бой бергенмен бір тұтам ой бермепті. Тәрбиесіз.
Фериде, не боп қалды? Мұнда не үшін келдің? Сені күттім. Не үшін? Өтінем, әке. Мені жақсы көретінге күмәнім болса, кеткенімді қалайтын шығарсың дер едім. Бірақ қаласаң кетейін. Жүрші, жоғарыда сөйлесейік. Жоқ, әке мен бала боп біраз серуендейікші. Болмай ма? Болады. Жүр, серуендейік. Біраз шыдай тұршы, балапаны. Жақында қасыңа барып қалармын. Екеуміз әлі талай бірге қыдырармыз. Софием, жұпар аңқыған жарым, саған не әкелгенімді қараш. Мұны өз қолыммен отырғызамын. Сонан соң, сені искегендей, құшырлана искейтін болам. Не әкелгенімді қараш, бұршақ үгіндісі. Оны сен жақсы көретіндей, қантпен араластырдым. Оны өзім түйгіштеп үгіттім. Әй, София-ай, үй тірлігі оңай емес екен ғой, жан жарым. Сен кеткелі бері бұған анық көзім жетті. Анау жетпейді, мынау таусылып қалды деп, күйбеңдейсің де жүресің. Не кигенімді көрдің бе? Мұны екеуміз бірге сатып алып едік қой. Сен көрсін деп әдейі киіп келдім. Софием, сен болмасаң, берекеміз кетет деп ылғи айтушем ғой. Шаңырағымыз ортасына түсіп, үйіндінің астында қалғандаймын. Сен болмаған соң, басым салбырап жүрем. Жүрегімнің жартысы жұлынып кеткендей. Жарымжан адам кімді жартар дейсің? Қыздарыма көмегімді тигізе алмағаныма іштей налыймын. Олардың да халдері хал емес. Бірақ олармен сырласа алмайым, өйткені ана емеспін. Сырмен бөлсер деймісің? Осының бәрін уайымдап жүргенімде жүрегім сыр берді. Жақында қасыңа баратын шығармын. Бірақ сен ол жақтасың. Мен мұндамын, Софием. Ол жақта не істеп жүр екенсің? Қайдасың, жан жарым? Қараш. Мынау сен жақсы көретін гүлдердің сабағы қызғылт түсті. Қазір топырағыңа отырғызайын. Қандай әдемі. Ердалаға, шынымен де бәрі бітті ме? Бітті, қызым, бітті. Жақында неке бұзу туралы куәлік аласың. Аллаға шүкір. Саған қалай алғыс айтарымды да білмеймін аға. Неждет, тоқташы. Құдай үшін, қайда асығып барасың? Аяғым ауыр, соңыңнан салпақтатып қойдың ғой. Жарайсың. Не болды сонша? Маған білдірмесең де болмас беді. Ажырасқаныңа
Қуанбайсың ба? Неждет? Құрсағымда сенің балаң. Сенің балаңды көтеріп жүрмін ғой. Мені де, балаңды аясаңшы. Аяудан садаға кет. Хайдар аға. Не боп қалды? Қазір Махирмен сөйлесіп келейін. Қорықпаңдар. Аға, олар сені іздеп жатыр. Дереу бұл жерден кетуіміз керек. Саған қалтқысыз сенушем қызым. Бұл дүниеде мен танитын адамдардың ішіндегі ең адал жансың. Бірақ соңғы қылығың мені қатты таң қалдырды. Сен мұндай қылыққа баратын адам емессің. Оның рас әке. Өкпең орынды, бірақ қателеспейтін пенде жоқ қой. Мен де қателестім. Өтінем, кешірші мені. Жарайды енді. Бас аяғы осы болсын. Ендігәрі ешкімге ешқандай өтініш білдірмейін. Жарайды. Әкетайым. Доп қазір Адил еріште Хасан Серканға тепті. Оны Джемил Туран қағып алды. Джемил қақпаға қарай бағытта. Құрметті көрермендер, доп Серканға тиді. Допты қақпаға қарай бағыттап барады. Көз алдарыңызда доп үшін қызу тартыс жүріп жатыр. Доп қазір Адил Ериштеде. Адил Ериште енді не істер екен? Серканға пас берді. Доп қазір Джемил Туранда. Джемил қақпаға қарай допты теуіп қалды. Жетер енді, таңертеңнен бері құлағымызға тыныштық жоқ. Біраз маза беріңдерші. Байғұс балалар қайтсын енді. Неше күннен бері тұтқын сияқты жатырмыз. Ассаламағалейкум. Алейкум салам. Хайдар ағаны іздеп жүрмін. Бағана кетіп қалған. Қайда кетті? Білмеймін. Балам, сабын сұратқан едік, соған кеткен ғой. Дәрігер шақырамыз дегендерің қайда? Жоқ, ол меніңше бізді тастап кетіп қалды. Дұрыс айтасың көршім, үйімізден бекер кеттік. Бауырым. Не болды? Хайдарды қайтпексің? Сенде мердігер жіберді ме? Солай десең солай ақ болсын. Қайтесің? Қайда екенін айтсаң болды. Қанша бересің? Саған мердігердің беретін ақшасын беремін. Тек сұрағыма жауап берсең болғаны. Осман? Рахмет. Жоқасы жоқ. Тоңып кетті бедім. Кір, Осман. Ректор мырза сенімен сөйлеспекші. Тым өкінішті ақ, Осман. Құжаттарыңды қайтарып беруге мәжбүрміз. Оқудан шықтың. Бұлай істей көрмеңізші. Құдай үшін бұлай істемеңіздерші. Ұстазым, мен оқуға түсу үшін саябақтарда түнедім. Таңды таңға ұрып сабақ оқыдым. Құдай үшін бұлай істемеңізші.
Мені қорғап, қоршайтын ешкім жоқ. Жарық дүниеде жалғызбын. Күн көрішін түнде жұмыс деп, таңертең сабаққа келем. Ұстазым, мен әділет үшін шайқасатындардың бірі болғым келеді. Мені оқудан шығармаңыздаршы. Менің тек оқығым келеді. Не десеңіздер де орындаймын. Мен бәріне де дайынмын, ұстазым. Бәрінен кешірім сұрауға бармын. Там өкінішті ақ балам. Бұл комиссияның шешімі. Өтінем, ұстазым, тыңдаңызшы. Есік сыртында тұрғандармен сөйлесіп көріңізші. Қажет болса, Мұстафамен өзім сөйлесейін. Бұл менің кінәмнен болған жоқ. Мұстафа, мені балағаттап, шамыма тиді. Онсыз да қатты өкініп жүрмін. Өтінемін. Біз нақты шешім шығардық, Осман. Құжаттарыңды алда кет, бара ғой. Мен құрайым ғой, ұстазым. Кешіріңіз. Тыңдаңызшы, өтінем, бұлай істемеңізші. Менің басқа үмітім қалмады. Оқудан шығаратын болсаңыз, мен бір жола құраймын, ұстазым, өтінем. Оқудан шығармаңызшы. Оқуды жалғастыруыма мұрсат етіңізші. Қой енді, Осман. Осман. Енді ризасың ба, Соңгүл? Бұл жігіттің түбіне жеттің. Сенің кесіріңнен оқудан шығып қалды. Күйеу жігітің бола тұра Османды ойыншық қылдың. Енді орға шықтың. Бұл жігіт сенің кесіріңнен осындай халге жетті. Оның төбелескеніне сен кінәлісің. Сен. Бұлай болуын қаламап едім. Оны ренжіткім келмеп еді. Шіркіннің қамқорын. Бұл ертегіңде басқаларға барып айт. Өтірік пе? Екі жігітпен жүрген қызық көрінді ғой. Солай емес пе? Ақыры оқуды тастадың ба? Бірдеңе бүлдіргенсің ғой, жарайсың. Оқуды тастаған жоқпын, мектеп бітірдім. Қойшы, кілең бестікпен бітірдім, енді заң факультетіне тапсырам. Аға, кім келгенін тапшы. Ешкім келмесін демеп бедім. Осман бауырым келді, аға. Үстелге отырды. Жағдайы мәз емес, аға. Не деп тұрсың?
Міне, осылай. Мінекей. Аға, кіруге бола ма? Кел, Зия. Кетейін деп тұр едім. Кідіретін болдым. Университеттен хабар келді, аға. Істемем. Әлгі жігітті оқудан шығарып жіберіпті. Жақсы бопты, тамаша. Әркім тиесілі жазасын алу тиіс. Мен әділетті сүйетін адаммын. Өтінем, аға. Олай болса, бұл тамаша жаңалықты Мұстафаға айтайын. Сау бол. Осман? Не боп қалды, бауырым? Бүгін түні бойы ішем. Ақша төлемейм. Менен ештеңе сұраушы болма, жарай ма? Жарайды? Жақсы? Жақсы? Бүгін түнде Османның айтқаны екі етілмейтін болсын. Хайт дегенде ішімдігі, шайт дегенде тамағына келетін бол. Ұқтыңдар ма? Орындаңдар, құпыладығы. Кір, аға. Төменге түсеміз. Іші біраз ылғалдау, аға. Тіпті терезеде жоқ. Бірақ сені бұл жерден ешкім таба алмайды. Бұл мәселе шешілгенше осында бола тұр. Ең құрғанда бір түнге. Тіпті шыдай алар емеспін, Бекби. Құда түсуге келдік пе? Белген, қазір мінез көрсетудің еш жөні жоқ сияқты. Ұмытпа, сен менің досымның баласының қалыңдығысың. Той күнін асыға күтіп жүрсіңдер. Сөзден ұсталып қалмасаң болды. Қашан ұсталып қалып едім? Ондай жағдай есімде жоқ.
Түнде келе алмасам да таңертең келермін аға. Сонда тамаға келемін. Рахмет, бауырым. Бұл жер біраз ылғалы. Бірақ жаурай қоймасың. Жарай, тастай сал, өзім салып алармын. Сал қойдым аға. Аға, қашып пысып жүргеніңнен ығыр болғаныңды білем. Бірақ Құдай үшін ешқайда шықпаш. Алдымен жағдайды бақылауға алайын. Жарайды. Демала ғой аға. Рахмет. Мұнда келетініңді біреуге айтып едің аға? Бұл жер туралы айттың ба? Жасырын. Оңбаған. Орхан? Бауырым? Фильмді қазақ тіліне аударған КТК телеарнасы 2015 жыл.